Құрметті оқырман, каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліңіз, лайк басыңыз, осы тақырыпқа байланысты пікір қалдырыңыз. Әйелде қайын жұрт болмайды. Біздің кейбір келіншектер келін болып түскен жұртын қайын жұрт деп атауды әдетке айналдырып алған. Кейбір емес, тіпті басым көпшілігі солай атап жүр. Ал бұрынғы аналарымыз, әжелеріміздің аузынан қайын жұртым деген сөзді естігенсіз бе? Қыз бала ақ босағаны аттаған соң, келін болып түскен әулетті ешқашан қайын жұрт деп атамайды. Сол әулеттің адамдарын қайнатам, қайнағам, қайын інім, қайнапке, қайын сіңлі деп атағанмен, жалпы әулетті сол жұртты қайын жұрт емес, өз жұртым деп есептеген. Ер адамда да, әйелде де жалпы үш жұрт болатынын жақсы білерсіздер. Алайда олардың атауында өзгешеліктер барын біле жүргеніңіз жөн. Көбінесе әйелге қатысты үш жұртты атамай, жігіттің үш жұрты болады деп баса назар аудартуында да осы түйін жатыр. Жігіттің үш жұрты, нағашы жұрты, өз жұрты, қайын жұрты болса, әйелдің де дәл осындай үш жұрты болады. Бірақ атауы бөлек. Әйелде нағашы жұрт, өз жұрты төркіні деп аталады. Өйткені қыз бала нағашыға жиен, әке шешесінің үйінде қонақ, жат жұрттық болып саналады. Қызды неліктен жат жұрттық дейді? Демек, өз жұртымдікі демейді, жат жұрттың адамы деп өсіреді. Ал қазір көп келіндер айтып жүрген қайын жұрт емес. Демек, ол өз жұрты. Күйеуінің өз жұрты, әйелдің де өз жұрты болып саналады. Себебі қазақтың қисыны дұрыс. Өз отының басы, бала шағасы өсіп өнетін, қайтыс болған сүйегі шығатын шаңырақ өз жұрты болмағанда не болмақ? Әйелдің үш жұрты, нағашы жұрты төркіні болып, үшіншісі қайын жұрт десе, өз жұрты жоқ. Жалпақ тілмен айтқанда тұрақты мекені, паналайтын өз жұрты болмаған мүсәпір болмай ма?